Ию сауда орталығы. Мынау Харгостың таңы, мынау Қорғас өзенінің ағысы. Мында бір әдемі көрініс. Мына қонақ үйден шықтық. Мынау биік қонақ үй. Енді жолмен жанды жауып тұр екен. Әдемі бір көрініспен тамашалап, Ию сауда орталығына бара жатырмыз. Ию сауда орталығы. Бұл сәл алыстау екен ары қарай. Жаңағы жерден бір жаяу келсек 15-20 минуттық. Біз жаяу келдік. Иуға кірдім, бірақ әлі жабық екен. Мынандай әдемі атмосфера. Мына LED экран қосылып тұрғанда вообще тамаша болатын еді. Мынандай уже жаңа жыл басталып кеткен. Мына жақта магазиндері. Мынандай міне. Мынаның бәрі сағат 1 сағаттан қосылады дейді, короче. Әлі қосылмаған, бәрі жабық. Өте ерте келіп алыппыз. Мында лифт бар екен. Подвал да бар екен. Жаңа біз ана есіктен кірдік. Мынандай подвалда да тіршілік бар екен. На подвалда машиналар сатылады екен, если что. Пожалуйста. Машиналар. Бір-бірінен аумайтын китайский машиналар. О, жоғарыда да. Қалады, сіз өзіңіздің істетуіңізге қарай аласыз. Мынаның өзінің 20 қанша түрі нәрсесі бар. 3 миллион тұратын ғана, 3 миллион 3 миллион тұрады ма екен? 51.800 деген не болсын ба астында? Юан ба? Юан. 51.800 юан ба? Өзің қажетті дүниеңді мынаған сақтап саласың, соң кейін тігіп береді. 3 миллион тұрады екен. Шарф қана әндемі. Нағыздағыдай. Мына юбкасы қандай тамаша. Төгіліп тұр екен. Панда көп екен, в общем. Панданың отаны сияқты бар. Ойыншықтар әлемі. Ашылып жатыр. Светін жақса кіріп көрейік. Анандай лампа. Видео түсіретіндердің бәрі сондай лампа қолданады. Свет жақпайды ма екен?
Пожалуйста, свет. Мә, наны инабатпен ілтипат көрсе, мұқаш көрсе. Мен 6-ақ мың теңге тұрады екен машина. Мынау 2600, 2900, 15 мың танк, 25 мың нәрі машине. Мұнаның бағасы 6600 теңге екен, әуді машине екен. Мынандай экскаватор. Бағасы 2900 теңге екен, ау 2700 теңге. Мына өрі конструктор құрастыратын бағасы 5000 теңге екен. Тоже мылтық дәу. Бағасы қайда жазылып тұр? Бағасы 10500 теңге екен. Мынандай роботтар. Бағасы 5000 теңге. Мынандай волейбол ойнағанға 8800 теңге екен. Ыдыс аяқ анау мынау 2800 теңге. Бұдан көп алсаң, арзанға береді ғой, короче. Ал бір штуктан алсаң, сол бағаларда. Төрт мың, 5000, міне. 6600 теңге. Мына Барби. Мына Барбидің үйі 11000 теңге екен. Ал мынандай дәу Барби тұр 4200 теңгеге. Барбилер әлемі. Принцесса 6600 теңге. Осындай бағаларда екен. Мягкие игрушкалар. Мына қаз, кажется. 2200 теңге екен. Үш мың 800-ден. Мысықтар, жастық. Тасбақалар 2300-ден. 2500. Сондай бағаларда. Балаларға арналған дрон 11 мыңнан.
Мә. Он 17.000 екен. Жаңағы дәу ойыншықтарды сорып жасап берді. Мына еще пакетіне салып берді. Соның бәрін 7.000-ға алдық. Өмір отырмайтын лифт деп айтайыншы. Соған отырайын деп тұрмын. Мен терезесі бар лифтке қорқпайды екен. Осыны түсеміз, а? Иә. Сөмкелер. Ашылмаса қайтып береміз, берсе ғой. Кардигандар. Мыналардың бағасы қанша? 3500. 3500 дейді. Мен осында өткенде 4000 қалғам. Сонда маған 500 теңге қымбатқа сатып жүріпті ғой, ә? Екі 1000 теңге, 1000 теңге. Қысқасын айтқанда бәрі арзан ғой. Келіп алуға болады. Кілемдер әлемі. Мына жақтың бәрі кілем. Бірақ кілемнің сапасы маған ұнаған жоқ. Бір түрлі біз бұндай кілем қоймаймыз ғой. Біз иранский, бельгийский. Мынандайға біз менсімей қарайтын сияқтымыз. Қытайларға қараймын, что-то кілемге аса сапасылары жоқ кілемдер екен бұл кісілерде. Мына 3000 теңгеден екен. Мына бөлпе 4000 екен. Мұнаның бағасы қанша? 5000 екен. Мына жастық 3000 теңгеден екен. Әр түрлі сондай бағада басталады екен. Сапасы. Сапасы да жақсы. В общем, қаншадан дедіңіз? 3,5-нан беремін. 3,5. Дұғыс балкысы қанша дедіңіз? Дұғыс балкысы 4,5. 4,5, не? Сол оптың баға ма? Андағылар 3,000 бар. А мыналаршы не Мыналар айырмасы бар? таза қыбы бар ғой, мыналар 10 000. Мынау 10 000-нан ба сонда? Араласпайды бар. Мына дұғыс балка, иә? Дұғыс балкысы. А бұның палы түркісі қанша? Аны только 8,5. 8,5, иә? Ең арзаны 8.000 дейсі. Анжақтарда бір 3000 теңгеден тұр ғой. Оларды білмейміз ғой, біз енді елдің жасы қандай екен. Бірақ біздікінің іші ғой таза шолып бір машинаға сап туа бересіздер. Мынау ш. Олар 9.000 Сонда сіздерді сапалы болып тұр ма? Біздік осы базар бойынша ең жақсы сатылады әлем, бағасы да қымбатырақ тұрады. Мынау бір кісілер мына 7,5. Қанша? 7,5. 7,5. Мен кішкене бір-біріне ұқсап тұр да, бірақ ан жақта арзан баға айтып тұр. Видеоға алсаңыз болмайды. А мынау ш. Бұл матрас қой. Матрас қанша? Бұлар 12.000. 12.000. 182 иә. Дұғыс балка болып тұр ғой сонда. Иә, 9 бак. Стандарт. Мынаның сапасы бар, бірақ жақсы емес. Бұл бағасы
7000 дедіңіз? Иә. 7000, иә. Ал мына 11000 дәл осыған ұқсас, бірақ сапасы таза қыбы. Нан тіпті 10 жыл ұстауға болады ғой, иә? Иә, бұны енді Нан ана гостиницаларға барғанда иә, көп жуылады емес пе? Иманилерде көп жуылады ғой. Көп жүйілетін ол, сол үшін 11000 теңге екен. Ал мынау соған ұқсайды, бірақ 7000 теңге. Наны жуа түгі шығып кетеді, а мынаны шықпайды екен. Айырмашылығы осыда екен. Болады екен бұның бағасы? Бұнда баға осы баға алтын. Сол 3000-нан, иә? Розницада сол баға бола ма сонда? Анау блиницалар 2700 теңгеден, иә? Мына назар скидкамен 2300 қой деймін. 2300, иә? Бір вафельницаны алсама деп тұрмын да. Тура советский үтік сияқты екен. Советтік дәуірдегі үтікке ұқсап кетті. Мен сан бұрынғы кезде екен. Ауыр екен өзі. Үші су құйылмайды екен ішіне. Өзі не бар 4500 теңге тұрады екен. Ауыр. Советский сияқты. Ностальгия болып тұр. Арзан екен өзі. Үтіктер 14 теңге сапалысы, иә? Мен жерде 7000 теңгесі де бар. Мынау қанша дедіңіз? На пылесоста 46000 теңге екен. Одан да төмен бағада бар ма, или бәрі сол баға ма? Құры соратындар ана жақта 6,5 гектарлар арзан. 6,5, 7,5, 8,5. Ал мынау шы, мынау қандай мынау? Мынау 14500 теңге. Бұл не істейді сонда? Bu da пилисос, чаң соратын. Чаң сорады? үй тазалатын. Просто несі күші көп, иә? Косметика сататын бутикте жүрміз. Мына барлығы тұр. Мына қазір күріштен хит болып жатыр ғой. Сол дүниелер, маскасы, кондиционері. Мынандай умывашкалар. Наборға дейін бар екен міне. Мына талай маскалар міне тұр. Осының бәрі қолжетімді бағада. Мен өзіме жаңа күріштен жасалған шампунь, бальзам, сондай заттарды алдым. Мында қазандар мында 16 000. Цветі әдемі екен. Тәжік қазан дейді екен. 2 түрлі қақпақпен. Мынандай. Мынандай. 16 000 дедіңіз, а? 16. Мыналардың жалғыздары бар. 15 000. Onlar şu, 37. Міне осындай газондар да сатылып тұр екен. 2,5 мың теңгеден басталады екен. Бағасы соған ұқсас кішкентай ковриктер да сатылады екен. Бәрі қолжетімді. Сонымен Харгостың барлық жерін аралап біттік, көрдік. Мынандай декоративный әдемі дүниелерге де көз тоймай қарап әлі жүрмін. Міне осының бәрі сатылады екен. Қысқасын айтқанда Қорғаста барлық затты тауып ала алады екенсің. Міне. Сонымен Қорғасқа
енді арзан заттар сатып алуға болады, қол жетімді бағада, күшті Қазақстанда қымбат болып тұрған заттар бұл жерде почти жарты бағасына сатып алады екенсің. Мына көкке шықсаңда да осындай заттар тұр екен. Сонымен Қорғастағы үлкен сауда орталығына саяхат осымен аяқталды. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Пока-пока.